Айран сүттен жасалатын ағарған. Айранның адам ағзасына пайдасы мен қасиеті мол. Мысалы, адам түрлі тамақтардан уланған кездерде айранды қолданады. Себебі бұл өнім ағзаны тазартып қана қоймай, өзінің дәрумендерімен емдеп жазады. Айранның құрамы сүтке ұқсағанымен, ұйытылған соң пайдалы дәрумендерінің саны анағұрлым арта түседі. Сондықтан болса керек, шөлімізді қандырады әрі тойымды тамақ. Қазақтың ең танымал ұлттық тағамдарының бірі айран, қасиетін барша қазақ біледі. Кешкі астан соң міндетті түрде бір кесе айранды тұтынған. Бұл асты қорытуға көмегін тигізеді екен. Кішкентай нәрестелерге де айран берген, ауру сырқаудан сақ болсын деп. Жүкті әйелге де осы тағамды тұтынуға кеңес берген. Кез келген тағаммен бірге қонақ алдына да ағарған айранын ұсынған. Бұл қонақжайлылықтың белгісі. Осылайша қазақтың дастарханынан айран үзілмей келеді. Ұзақ жолға шығар кезде де айранның рөлі ерекше болған. Тіпті үйге жылан кіргенде де басына ақ құйып шығарып салған. Ғалымдар аты суық ауруларды да осы айранымыз емдегенін айтады. Емдік қасиеті мол сусынды жақтырмайтын адам ағзасы жоқ. Бұлай деп отырғанымыз да сол сүтті ұнатпайтын адамдар да кездеседі. Себебі олардың ағзасы сүт құрамында кездесетін лактоза деген элементті көтере алмайды. Салдарынан іш кебу, дисбактериоз сияқты аурулар пайда болады. Ал айранның мұндай реакциясы мүлдем жоқ. Қайта мұны ішкен адам әлденіп, қауқары арта түседі. Құрамында пайдалы дәрумендермен қатар калий мен кальций бар. Бұлардың қандай рөл атқаратыны да белгілі. Д дәрумені де бар. Сүйектің беріктігін қатайтып, бұлшықеттерді нығайтады. Бұл аз десеңіз, асқазан жолдарын емдеп, ішек ауруларын жазады. Көздің көру қабілеттілігін арттырады. Ал А дәрумені тері қабатының жұмсақ әрі әдемі болуына жағдай жасайды. Ал фосфор түрлі инфекциялардың алдын алып, жұқпалы дерттерден сақтайды. Айранды ұйықтар алдында ішу туралы айтатын болсақ, айран жеңіл сіңетін ақуызды май, қоспа. Сондықтан ол аштықты алдай алады және оның құрамында калория аз болғандықтан салмақ тастауға үлес қосады. Бірақ егер сізде қыжыл кекіру сияқты болса, кешке айран ішпегеніңіз жөн. Айран әрдайым диетологтардың кеңес беретін ас мәзірі. Құрамы күрделі болғанымен соңы семіздікке алып келмейді. Себебі ағзаға түскен айран өзге тамақтарды қорытуға белсенді. Айран ұйқысыздық дертінің де алдын алады, яғни жүйке жүйесін де емдейді. Тіпті ота жасаған адамға да айранды ішкізу бұл ағзаның тез жазылуына әкеледі. Ал қыз-келіншектер айранды косметикалық бағытта да пайдаланады. Бетке жағып 15 минуттан кейін күн сайын жуып тастау әжім түсуден сақтайды екен. Бетті нәрлендіріп, қалпына келтіреді. Бүгінгі айран жайлы ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Ал сіздер айранды қай уақытта ішкенді жөн көресіздер? Комментарийге қалдырып кетіңіздер. Бүгінгі видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.